Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Менің аты жөнім Жанна Бақытқызы Төремұратова. Мен 10 жылдық тәжірибесі бар дәрігер-акушер-гинекологпын, узист-перинатологпын және отбасы академиясының негізін қалаушымын. Бүгін сіздерге сүт безінің рагы жайында сөз қозғайтын боламыз. Неге бұл тақырыпты таңдап алдым? Себебі бүгінгі таңда сүт безінің рагы бізде өршіп тұрған, жылдан жылға көбейіп келе жатқан өзекті проблемалардың бірі. Кеттік, олай болса. Сүт безінің рагы, қыздар, бұл тек қана Қазақстанда емес, бүткіл дүние жүзінің проблемасы. Енді біз өзіміздің Қазақстандағы статистикаға тоқталатын боламыз. Сүт безінің рагы жылдан жылға салыстырып отыратын болсақ, 2014 жылы 4241 адам, 2015 жылы 4397 адам, 2016 жылы 4453 адам. Яғни көріп отырғандарыңыздай жылдан жылға сүт безінің динамикасы, сүт безімен анықталып тіркеуге тұрған адамдардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Және сүт безінің рагы тек қана әйел адамдарда кездеспейді. Ер адамдарда сүт безі бар, бірақ ол сүт безі деп аталмайды, өйткені ер адамдарда ол сүт өндірмейді. Ер адамдарда ол омырау безі деп аталады. Бала туылған кезде, кішкентай қыз ұл болып туылған кезде бәрінде омырау безі бар. Бірақ гормондардың әсерінен, әйелдік гормондардың әсерінен қыз балада ол ертеңгі күні формасын, үлкейіп формасы, сүт безі өсе бастайды. Ер адамдарда ол әйел гормондар болмағандықтан сүт безі өспейді. Бірақ кейде артық салмақты еркектерді қарасаңыздар, олардың омырау бездерінің формасы үлкен, әйелдік сияқты болып тұрғанын байқайсыздар. Өйткені майтіндер эстроген деген гормон бөледі. Сол себепті ер адамдарда егер артық салмақ болатын болса, оларда да сүт безінің көлемінің үлкейгендігін байқауға болады. Сүт безі демейміз оларды, бірақ омырау безі деп атаймыз. Ал енді бұл жаңа айтып өткенде тек қана Қазақстанның проблемасы емес, бүткіл дүние жүзіндегі проблема. Қарап отырсаңыздар, әлем бойынша 1,7 миллион адам осы сүт безінің рагына шалдығады екен. Ал 522 мың адам қайтыс болып отырады рактан. 40-тан асқан әйелдердің өлімінің негізгі себебі осы сүт безінің рагы. Сүт безінің рагы неге бүгінгі таңда өсіп көбейіп жатыр? Мысалы, біздің аналарымыз, оның арғы жағындағы әжелеріміздің шешесі сүт безінің рагымен қарап отырсаңыздар ауырмаған. Неге десеңіздер, сүт безінің рагы бұл цивилизацияның ауруы. Өйткені әйел адамдар, себебін айтқанда түсінетін боласыздар, бүгінгі таңда кеш тұрмысқа шығады, тұрмысқа шыққан күннің өзінде де карьера қуып, қоғамдағы өзінің орнын, рөлін, функциясын өзінің табиғи болмысынан алыстатып, яғни екеуін таразыға салған кезде карьерасын бірінші орынға қойып, бала туу, бала емізу сияқты қызметтерін екінші орынға қойғандықтан бүгінгі таңда сүт безінің рагы өте көп өсіп отыр. Енді сүт безінің себептеріне жеке тоқталатын болсақ, артық салмақ. Артық салмақ дейтін себебіміз біздегі бойымыздағы майтіндер артқан сайын майтіндер эстроген деген гормон бөледі. Ал сүт безі бұл гормонға тәуелді орган болғандықтан эстрогеннің әсерінен сүт безінің тіндеріндегі эстрогенге деген реакция көбейеді. Сондықтан ол болашақта рактың түзілуіне әкелуі мүмкін. Және бұл артық салмақ деген нәрседе тағы бір айта кететін нәрсе бар. Бұл дұрыс тамақтанбау. Артық салмаққа алып келетін тамақтардың өздері де бүгінгі таңда канцерогенді, яғни рак түзуге ықпал ететін, біздің қалыпты тіндеріміздің, қалыпты клеткаларымыздың рак клеткаларына айналуына ықпал ететін тағамдарды біз жиі қолданады екенбіз. Мысалы, кока-кола, чипсы, фанта, спрайт сияқты напитоктар, то есть сусындар. Соның барлығы, сосын KFC, яғни бізде әртүрлі дәмдеуіштер қосылған, шұжықтар, канцерогенді заттар қосылады олардың барлығына. Әртүрлі бояғыштар қосылған сусындар, соның барлығы дұрыс тамақтанбағандықтан, сосын пластмассалық ыдыстар, пластмассалық бутылкалар, олардың құрамында бутылканы қатайтатын бисферол А деген химиялық қоспалар қосылады. Соның барлығы бізде болашақта рактың пайда болуына, бізде болмаса да біздің ұрпағымызда рактың тууына ықпал етеді. Кеш тұрмыс құру.
Енді қазір қыздардың қоғамда өте белсенді болуына байланысты, яғни өзінің табиғи болмысын екінші орынға ығыстырып, тұрмысқа кеш шығып жатады, не болмаса бала тууды кейінге шегеріп жатады. Бала туған күннің өзінде де емшекпен емізбей тезірек жұмысқа шығып жатады. Соның барлығы ертеңгі күні сүт безінің рагына келеді. Өйткені бала емізбеген әйел мен бала емізген әйел салыстырған кезде, баланы емізбеген, яғни сүт безі өзінің қызметін атқармаған сүт бездерінде рактың пайда болу қаупі өте жоғары, 80%-ға жоғары. Гормональды дәрілер. Жаңа айттым, сүт безі бұл гормонға тәуелді орган. Сырттан, яғни өзіміздікі емес, бөтен химиялық жолмен, басқа да бір биологиялық жолдармен алынған дәрілік заттар, соның ішінде гормондық заттар, бұл біздің сүт безіне, сүт безінің клеткаларының ұлғайып өсуіне, сол арқылы рактың пайда болуына ықпал етуі әбден мүмкін. Әсіресе соның ішінде гормональды дәрілердің ішінде коктар деп атаймыз, яғни комбинирленген оральды контрацептивтер сүт безінің рагының пайда болуына әбден ықпал етуі мүмкін. Сол үшін жүктіліктен сақтану тәсілдерін сіз гинекологыңызбен бірге таңдаған кезде міндетті түрде коктарды, яғни комбинирленген оральды дәрілерді ішердің алдында сіз УЗИ жаңағы тексерістен міндетті түрде өту керексіз, және дәрігердің тағайындауымен ғана ішуіңіз керек. Зиянды әдеттер, темекі, арақ, анаша сияқты жаңағы зиянды әдеттерде біздің сүт безімізден қатар басқа да органдарымыздың, бүткіл мүшеміздің улануына, ауру тудыруына ықпал етеді. Аборт, Қазақстанда ең көп аборт жасататындар, бұлар өзге ұлттар емес, қазақтар. Себебі қазақ әйелдері жүктіліктен сақтану тәсілдерін толық білмейді. Тек қана аборт жасатады. Күйеуге шыққан болсын, шықпаған болсын, жас болсын, кәрі болсын, көбісі жүктіліктен сақтану тәсілдерін білмегендіктен жүкті болып қалады, және жүктілік жоспарланбаған болғандықтан абортқа жүгінуге мәжбүр болады. Аборт бұл бір сөзбен айтқанда іште дамып жатқан баланы сырттан күшпен әсер ету арқылы жүктілікті үзу, яғни анасының ішіндегі баланы өлтіру процесі. Жүктілік кезінде бүткіл ағза, бүткіл организм, соның ішінде сүт безі де, жатырда, ми, бүткіл біздің ағзамыз осы баланы 9 ай бойы көтеріп шығуға бағытталады. Соған бағытталған гормондар бөліне бастайды. Ал жүктілікті аборт жасатқан кезде сырттан күшпен, механикалық жолмен, әртүрлі гормональды дәрілермен сол жүктілікті үзуге бағытталғандықтан екеуінің арасында қарама-қайшылық туындап, біздің ағзамызда сүт безі өзінің қызметін тағы да толық атқара алмай қалғандықтан ертеңгі күні сүт безінің рагының пайда болу өте жоғары. Дұрыс емізбеу баланы. Емізген күннің өзінде де әйелдер босанардың алдында, тіпті жүкті болмай тұрып, дұрыс емізу тәсілдерін меңгеріп алуы керек. Өйткені көп 80% әйелдер баланы дұрыс емізу тәсілдерін білмейді. Баланы емізгеннен кейін дұрыс емізбегендіктен олардың сүт бездерінде сүт қатып қалады, уыз қатып қалады. Ертеңгі күні ол іріңдеп, мастопатия, мастит сияқты ауруларға алып келуі мүмкін. Сосын механикалық әртүрлі жарақаттар болуы мүмкін. Жаңағы сүт безінің ұшы жарылып кетеді. Әртүрлі микробтар қосылып, ол іріңдеп кетуі мүмкін. Тіпті іріңдеген кездерінде хирургтар сол іріңді жарып, тіліп алуына мәжбүр болатын жағдайларда болып жатады. Яғни дұрыс емізу тәсілін баланы тумай тұрып, балағаны емізбей тұрып, әйел адам өзінің поликлиникасында кабинет здорового ребенка деген кабинеттер болады, яғни дені сау баланың кабинеті. Сол жерлерге барып, дұрыс баланы қалай емізу керек, сол жайында толық меңгеру міндетті. Және гендік бейімділік. Егер сіздің анаңызда, не болмаса әжеңізде, әпкелеріңізде сүт безінің рагы болған болса, сізде сол сүт безінің рагіне гендік бейімділік болуы мүмкін. Оған мысалы әлемде сіздер білесіздер, Анджелина Джоли анасының сүт безінің рагы болып қайтыс болуына байланысты гендік тексерістен өтеді. Гендік тексерісте оның да генінде сүт безінің рагының қауіп тудыратын геннің бар екендігін анықталғандықтан ол екі сүт безін жаңағы алдырып тастап имплант салдырған. Енді бұл жаңағы тіптен артық шығар, бірақ
гендік бейімділік те болуы мүмкін. Енді осы сүт безінің рагын алдын алу үшін жаңа қандай шараларды қолдануымыз керек, қандай нәрседен бас тартуымыз керек, қалай дұрыс тамақтануымыз керек, сол жайында айтылды. Енді оны диагностикалау, яғни ауруды неғұрлым ерте анықтасақ, соғұрлым оны емдеп тастау оңай болады. Ешқандай денсаулыққа зиянсыз емдеп тастауға болады. Яғни сүт безінің рагы болған күннің өзінде де бастапқы сатыларында анықтап, бастапқы сатыларында емделсе, адам 20-30 жылға дейін, тіпті одан да көп өмір сүре беру мүмкіндігі бар. Енді диагностика тәсілдеріне көшейік. Бірінші, жылына кем дегенде бір рет әйел адам УЗИ, сүт безінің УЗИін түсіріп отыру керек, ультрадыбыстық тексерістен өтіп отыру керек. Және маммография. Маммографияны біз тек қана қатаң көрсеткіштер бойынша, яғни УЗИдан бірдеңке ұнамаған кезде сондай жағдайларды өтуді кеңес береміз. Және маммологтың кеңесін, егер сізді қандай да бір нәрсе ұнамай жатса, УЗИда, маммографияда қанағатсыз нәтижелер шығып жатса, онда міндетті түрде маммолог деген маманның кеңесінен өткеніңіз жөн. Негізі жылына бір рет профосмотр кезінде маммологтан бір кеңес алғаныңыз жөн. Және скринингтік тексерулер кез келген поликлиникада әйелдерді қарау кабинеті болады, яғни женский смотровой кабинеттер болады. Сол жерде смотровой кабинеттерде кем дегенде жылына бір рет профосмотр өткен кезде арнайы оқытылған, яғни рактың белгілерін бәрін білетін арнайы медбикелер сол кабинетте отырады. Солардың тексерісінен жылына бір рет өтіп тұрыңыз. Және ең дұрысы, ең күштісі бұл өз-өзіңізді тексеру. Ол үйдегі жағдайда жасалынады. Күнделікті өзіңіздің омырауыңызды қалай тексеріп отыру керек. Бұл жайында мен келесі видеомда айтам. Үй жағдайында сүт безін өзіңіз тексеру тәсілдері жайында келесі видеодан көре аласыздар. Ал бүгінге назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер видео сіздерге қандай да бір пайдалы ақпарат әкелсе, лайк басыңыздар, және алып қосатындарыңыз болса, пікір қалдырыңыздар. Және менің инстаграмдағы отбасы академия деп аталатын инстаграм парақшама тіркеліп, сол жерде менен тегін кеңес ала аласыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.